Тарасова. Вот вы сейчас не сможете показывать файлы, потому что организатором Каркаралы ауданы стал почему-то. Баян какая-то. Баян Буком. Баян Бикишева. Мен. Организатора дайте Смаилов. Как вы подписаны? Батыр детский сад. Мен қалай қосылып кетіп тұрмын, білмеймін қай жерден етейін. Завершить дегенде нетейін ба? Табыныз, ясли сад Батыр табыныз, вот тут, где участники. Где участники табыныз, ясли сад Батыр. Жоқ, тұр, мен не болып кеттім? Организатор болдыңыз, аға. Қазір бізге, вот ясли сад Батыр после вас сразу стоит. Участниктарды ашыңызшы, пожалуйста. Ашалмай көрмеппін, участники деген. Вот внизу участники написано, 25 адам. Дарья Вячеславовна, тут у нас организатор поменялся, Каркаралы ауданы. Поставьте Батыр организатором. Батыр дегенде таптым, енді разрешить деймін ба, немене басайын на жерден? Вот смотрите, таптыңыз ба, Батыр дегенде таптым, я участник дегенде. Вот теперь где Батыр, 3 точка тур. 3 точка тур, там написано сделать организатором. Соны басыңыз. Ага. Ой, рахмет үлкен. Қалай, мен болып кеттім, ақа жақсы. Ага, рахмет үлкен. Вы, значит, с Батыр вылетали, что ли, раз вас это сделали? Нет, мы ждали. Следите за организаторами. Так, сами себе сделайте, да, поделиться. А репетитор, вы это должны все знать. Не я должна решать за вас. Сәлеметсіздер ме әріптестер, Қарқаралы ауданы. Бүгін бізде педагогикалық озық іс-тәжірибені тарату бойынша семинар практикум өтеді. Бүгін біз сізге әдістемелік ұсынымы представим жақсы мінезден жол картасы. Авторлар педагог-психологтар Батыр балабақшасының, Қарағанды қаласының Батыр балабақша және Толағай балабақша. Әріптестер, сізге сөз. Рахмет, сәлеметсіз бе, Алмагүл Даниярна. Қайырлы таң, құрметті әріптестер. Жақсы естіліп тұрды. Сіздерді бүгінгі семинар практикумда көргенімізге қуаныштымыз. Баршаңызға бүгінгі кездесуден пайдалы тәжірибемен жаңа идеялар алуларыңызға тілектеспіз. Алдымен өзіміз таныстырып өтейік. Әріптесім Толаға бөбекжайының педагог-психологы Төлінда Қымбат Қосманқызы және мен Батыр санаторлық бөбекжайының педагог-психологы Смаилова Әсет Садуақасыны. Бүгінгі семинар практикумда Қарағанды облысында білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығының сараптама кеңесі ұсынған жақсы мінездің жол картасы әдістемелік ұсынымдары негізінде ұйымдастырылып отыр. Аталған әдістемелік ұсынымдар мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының мектеп алды жастағы балалардың мінез құлқындағы қиындықтардың алдын алу жұмыстарын тиімді ұйымдастыруға арналған психологиялық, педагогикалық әдістер мен технологияларды қамтитын және педагог-психологтердің кәсіби құзыреттілігін арттыруға бағытталған жүйелі тәжірибелік құрал ретінде әзірленді.
Бүгінгі семинар практикум барысында біздер мектепке дейінгі балалардың мінез құлқында кездесетін қиындықтардың негізгі себептеріне, психологиялық ерекшеліктеріне тоқталамыз. Сонымен қатар оларды алдын алу және түзету, дамыту жұмыстарының негізгі бағыттарын қарастырамыз. Практикалық ойындар мен жаттығуларды, сондай-ақ педагогтер мен ата-аналарға арналған тиімді жұмыс тәсілдерді ұсынамыз сіздерге, әріптестер, және де тәжірибеде қолдануға болатын психологиялық, педагогикалық әдістермен бөлісеміз. Сонымен қатар семинар барысында сіздермен бірге практикалық тапсырмалар, интерактивті әдістер және тәжірибе алмасу алаңы ұйымдастырылады деп жоспарлануда. Сондықтан баршаңызды белсенді қатысып, әріптестер, өз ойларыңыз бен тәжірибелеріңізді ортаға салуға шақырамыз. Бүгінгі кездесуіміз барша үшін пайдалы, әрі мазмұнды болады деп сенеміз. Ендеше семинар практикумыз жұмысын бастауға рұқсат етіңіздер. Келесі. Бүгінгі таңда мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында балалардың мінез құлқындағы қиындықтар өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Педагог психологтердің кәсіби бақылау тәжірибесі көрсеткендей, қазіргі таңда балалар арасында мінез құлық пен эмоциялық даму ерекшеліктеріне байланысты түрлі қиындықтар жиі кездесіп отыруда. ЮНИСЕФ ұйымның Қазақстандағы балалардың дамуына қатысты зерттеулерді бұл мәселенің маңыздылығын көрсетеді. Зерттеу нәтижелері мектепке дейінгі жастағы балалар мен балалар арасында көптеген эмоциялық және мінез құлық қиындықтардың артып келе жатқанында дәлелдеп отыр. Мамандардың пікірінше, балалардың белгілі бір бөлігінде эмоциялық тұрақсыздық, қарым-қатынас қиындықтары және де мінез құлықтағы ауытқуларда байқалады. Қазіргі балалар өте белсенді ақпараттық ортада өсіп келеді. Отбасындағы қарым-қатынас ерекшеліктері, әлеуметтік ортадағы өзгерістер, түрлі цифрлық технологиялардың барлығы баланың психологиялық жағдайына тікелей әсер етуде. Көп жағдайда біздің балаларымыз эмоциялық күйзелісін агрессивті әрекеттер арқылы, сенімсіздік пен қорқынышын қарсылық көрсету мен қырсықтық таныту арқылы көптеген сондай түрлі мінез құлықтар әрекеттер арқылы көрсетіп жатыр. Алайда ересектер көбіне баланың ішкі күйінен бұрын оның сыртқы әрекетіне назар аударуда. Ал шын мәнінде бұндай мінез құлық баланың ішкі жан дүниесінің берілетін белгісі, яғни көмекке мұқтаждығының белгісі болуы әбден мүмкін. Мектепке дейінгі кезеңде тұлғаның қалыптасуындағы ең маңызды әрі сезімтал кезең. Дәл осы уақытта баланың алғашқы әлеуметтік тәжірибесі жинақталады, баланың мінезі қалыптасады, бала эмоцияны танып, өзінің басқару қабілеттері баланың бойында жетіледі, қарым-қатынас мәдениеті де қалыптаса бастайды, өзін-өзі реттеу дағдылары да дамиды. Енді осы кезде баланың эмоциялық қиындықтары дер кезінде анықталып, тиісті қолдау көрсетілмесе, бұл болашақта мінез құлықтағы тұрақты қиындықтардың қалыптасуына, әлеуметтік ортаға бейімделуінің төмендігіне, сонымен қатар қарым-қатынас жасауда қиындықтар туындауына, осындай тағы да басқа көптеген мәселелерге алып келуі мүмкін. Сонымен қатар мектеби кезеңде балалардың оқу мотивациясы да төмендеуіне де алып келіп жатады. Сондықтан мектепке дейінгі ұйымдарда, мектепке дейінгі жаста балалардың мінез құлқындағы қиындықтарды ерте кезеңде анықтау, алдын алу және түзету дамыту жұмыстарын жүйелі ұйымдастыру аса маңызды. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты да баланың психологиялық саулығын сақтау мен қолайлы эмоциялық орта қалыптастыру міндеттерінде алға қояды. Оны барлығымыз білеміз. Бұл өз кезегінде педагогтер мен педагог-психологтердің кәсіби құзыреттілігіне жоғары талап қояды. Тәжірибе көрсеткендей, балабақшадағы педагогтер балалардың қиын мінез құлқымен жұмыс барысында түрлі қиындықтарға кездеседі. Атап айтатын болсақ, осындай балалармен тиімді әдіс тәсілдер таңдауда, эмоциялық шиеленістерді, қақтығыстық жағдайларды басқаруда, реттеуде, ата-аналармен нәтижелі байланыс орнатуда, баланың ішкі қажеттілігін түсінуде де түрлі қиындықтарды кездестіреді. Осыған байланысты балалардың мінез құлқындағы қиындықтардың алдын алуға арналған жүйелі, тәжірибеге бағытталған қазақ тіліндегі әдістемелік материалдарға қажеттілік артып отыр.
Жақсы мінездің жол картасы әдістемелік ұсынымдарының өзектілігі де осы қажеттіліктен туындайды. Ұсынымдар мектепке дейінгі ұйымдардағы балалардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып, тиімді әдістермен жұмыс формаларын күнделікті педагогикалық тәжірибеге енгізуге бағытталған. Сонымен қатар, бұл құрал психологиялық педагогикалық қолдау қызметінің жұмысын жетілдіруге арналған практикалық көмекші құрал ретінде пайдалануға ұсынылады. Өздеріңіз білесіздер, биылғы оқу жылынан бастап барлық мектепке дейінгі мекемелерде психологиялық педагогикалық қолдау қызметі өз жұмысын бастаған болатын. Осы орайда аталған мұндай жаңағы тәжірибелік құралдың маңызы арта түседі деген ойдамыз. Енді осы әдістемелік ұсынымның мақсат міндеттеріне тоқталатын болсақ, ұсынылып отырған жұмыстың негізгі мақсаты мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мектеп алды жастағы балалардың мінез құлқындағы қиындықтардың алдын алуға бағытталған психологиялық педагогикалық жұмыстың құрылымдық, мазмұндық моделін айқындай отырып, психологтердің кәсіби құзыреттілігін арттыруға бағытталған жүйелі әдістемелік ұсынымдар әзірлеу. Аталған мақсатты жүзеге асыру барысында біз бірнеше маңызды міндеттерді назар аудардық. Ең алдымен мектеп алдағы жастағы балалардың мінез құлқында кездесетін қиындықтардың пайда болу себептерін, ерекшеліктерін және түрлерін теориялық әрі тәжірибелік тұрғыдан талданылды. Сонымен қатар, балалармен жүргізілген алдын алу, түзету, дамыту жұмыстарына тиімді психологиялық педагогикалық әдістер мен технологияларды енгізу жолдары қарастырылды. Сондай-ақ, балалардың эмоциялық тұрақтылығын нығайтуға, өзін-өзі реттеу дағдыларын дамытуға және қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға бағытталған ойындар мен жаттығулар жүйесін тәжірибеде қолдану тәсілдері ұсынылды. Бұдан бөлек, балабақша мен ата-аналар арасындағы ынтымақтастық күшейту мақсатында түрлі практикалық жұмыстар ұйымдастырудың тиімді жолдары қамтылды. Практикалық маңыздылығына тоқталатын болсақ, осы жұмыстың... Кешіріңіздер, әріптестер, сіздер слайд жүріп жатыр ма? Сіздерде слайд көріп тұрған жоқпыз. Жүріп жатыр, иә? Жоқ, сіздер өздеріңіз ғана тұрсыздар экранда. Нету у вас слайдов. Слайд жоқ. Бұлай көріней ма сіздерге? Жоқ, көрініп тұрған жоқ слайд. Басында болған, одан кейін жоқ болып кетті. Енді көрініп тұр ма? Вот қазір тұр. Қыздар, следите за этим. Енді көрініп тұр ма слайд? Да. Практикалық маңыздылығына тоқталатын болсақ, педагогтердің күнделікті жұмысында тікелей қолдануға ыңғайлы болуында ұсынылған материалдар педагог-психологтер мен тәрбиешілерге балалардың мінез құлқындағы қиындықтарды ерте анықтауға, алдын алу жұмыстарын жүйелі ұйымдастыруға және әр балаға жеке қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ата-анамен өзара сенімді байланыс орнатуға, баланың ішкі қажеттіліктерін тереңірек түсінуге көмектеседі. Әріптестер, айтып отырыңыздар, жақсы ма? Слайдтар көрінбей қалған жағдайда. Күтілетін нәтижеге тоқталатын болсақ, педагогтар мен ата-аналардың балалардың мінез құлқындағы қиындықтардың себептерін дұрыс түсіну деңгейі артып, проблеманы ерте кезінде танып, пайда болу себептерін ажырата біледі. Мінез құлқындағы түзету жұмыстары кездейсоқ емес, және әдістемелік негізінде ұйымдастырылады. Ойын және жаттығу материалдары педагогикалық мақсатқа сай іріктелініп, кәсіби деңгейде қолданылды. Және сонымен қатар балабақша мен отбасы арасындағы өзара әрекеттестік нығайып, балалардың эмоциялық саулығын қолдауға бағытталған жұмыстардың сапасы артады деп сенеміз. Енді осы қазіргі құрметті әріптестер, балалардың мінез құлқындағы қиындықтардың алдын алу жұмыстары бұл бір реттік үрдіс емес, бұл жүйелі, мақсатты түрде кезең-кезеңмен ұйымдастырылатын үлкен психология педагогикалық қолдау жұмысы. Осындай жұмыстар кешенді түрде ұйымдастырылған жағдайда ғана біз тиімді әрі жағымды нәтижелерге қол жеткізе аламыз. Жалпы осы әдістемелік ұсынымдары аясындағы жұмыстардың 4 кезеңі біз қарастырдық. Міне диагностикалық, кеңес беру, практикалық және бақылау кезеңдері. Әр кезеңге жеке-жеке тоқталатын болсақ, міне
диагностикалық кезеңге тоқталатын болсақ, бұл жердегі басты мақсат баланың мінез құлқындағы қиындықтардың пайда болу себептерін анықтау және оның эмоциялық тұлғалық ерекшеліктерін жан-жақты зерттеу. Баламен кешенді, яғни баламен кешенді диагностикалық, жан-жақты кешенді диагностикалық жұмыстар жүргізіледі. Осы жұмыстар, диагностикалық жұмыстарға тек педагог-психологтар емес, тәрбиешілердің де, мамандардың да және де ата-аналардың қатысу өте маңызды. Себебі біз бала туралы толыққанды, жан-жақты ақпаратты тек бірлескен бақылау мен талдау арқылы жинақтай аламыз. Осы кезеңде бақылау, әңгімелесу, сауалнама жүргізу, психологиялық диагностикалық әдістемелер, педагогикалық бақылау тәсілдері қолданылады. Бұл кезең, диагностикалық кезең, кейінгі жұмыстың негізгі іргетасы, негізгі фундаменті болып табылады. Келесі кезең бұл кеңес беру кезеңі. Бұл жерде жоғарыда атап өткен бірінші кезеңнің мақсаты жалпы осы зерттеу нәтижелеріне, эмпирикалық зерттеу жұмыстарының нәтижелеріне сүйене отырып, педагогтермен, ата-аналарға кәсіби қолдау көрсетіледі. Және бірлескен жұмыс, осы балалармен бірлескен жұмыс бағыты айқындалады. Осы кезеңде педагог-психолог тәрбиешілерге балалармен тиімді қарым-қатынас орнату жолдарын, мінез құлықтағы қиындықтары жұмсақ әрі тиімді түзету тәсілдерін анықтайды және де эмоциялық шиеленісті төмендету әдістері ұсынылады. Осы кезең аясында сонымен қатар ата-аналармен түрлі практикалық жұмыстар жүргізіледі. Ата-аналар жиналысы, тренингтер, шеберлік сағаттар деген сияқты және де жеке кеңестер, жеке топтық кеңестер жүргізіледі. Келесі практикалық кезеңде негізгі мақсаты жоғарыда таңдалған жұмыс бағыттарын тәжірибе жүзінде осы кезеңде біз жүзеге іске асырамыз. Және балалардың алдын алу мен түзету жұмыстардың балалармен жүйелі ұйымдастырылады. Бұл кезеңде түрлі дамытушы және де түзету дамыту жұмыстары жүргізіледі. Практикалық жұмыстар баланың жас ерекшелігіне сай, ойын технологиялар, жаттығулар және психологиялық әдістер арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс барысында ойын жаттығуларының картотекасы жасақталады, режимдік сәттерде тыс уақытта ойындар ұйымдастырылады, арнайы психологиялық, педагогикалық сабақтар өткізіледі. Сонымен қатар педагогтерге арналған практикумдар мен және тренингтер жүргізіледі. Келесі кезең, бұл төртінші кезең, соңғы кезең, бақылау қорытынды кезеңі. Бұл жерде басты мақсат бұл кезеңде жүргізілген жұмыстардың нәтижелігі бағаланып, балалардың эмоциялық тұлғалық дамуындағы өзгерістерге талдау жасалынады. Қорытынды диагностика бастапқы кезеңде қолданылған әдістемелер негізінде қайта жүргізіледі. Нәтижесінде баланың мінез құлқындағы өзгерістер, эмоциялық тұрақтылық деңгейі, қарым-қатынас дағдылары және өзін-өзі реттеу қабілеттерді салыстырмалы түрде талданылады. Бұл кезеңде бастапқыда әріптестер міндетті түрде бастапқы деңгейде диагностикалық кезеңде жүргізілген барлық диагностикалық әдістемелер, психологиялық әдістемелер міндетті түрде осы бақылау қорытынды кезеңде сол әдістемелерді біз қайтардан міндетті түрде біркелкі қылдырып жүргіземіз, қосымша қоспаймыз. Сонда ғана біз динамикасын көре аламыз. Алынған нәтижелер мамандарға жүргізілген психологиялық педагогикалық жұмыстардың тиімділігі, жан-жақты бағалауға, баланың эмоциялық тұлғалық дамуындағы оң өзгерістерді анықтауға және алдағы жұмыс бағыттарын нақты жоспарлауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар қорытынды талдау барысында біз қолданылған әдістермен жұмыс формалардың нәтижелілігі сараланады. Ол біздің жоспарланған барлық жұмыстардың нәтиже біз көрдік па, көрген жоқпыз ба, қажет болған жағдайда оларды біз толықтырамыз, немесе түзету жолдары қарастырылады. Бақылау қорытынды бұл аналитикалық кезең деп айтуға болады. Ал енді құрметті әріптестер, менің айтайын дегенім осы бірінші сұрақ бойынша осы. Сұрақтарыңыз болып жатса қоюға болады. Мархабат. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Сұрақтарыңыз жоқ болса, құрметті әріптестер, енді кезекті әдістемелік ұсынымдардың маңызды бөлімдерінің бірі балалардың мінез құлық қиындықтарын алдын алудың психологиялық, педагогикалық сүйемелдеу жұмыстарына
диагностикалық қамтамасыз етілуі тақырыбына тоқталамыз. Бұл бөлімде балалардың біз эмоциялық және мінез-құлық ерекшеліктерін анықтауға бағытталған диагностикалық жұмыстардың мазмұны мен ұйымдастырылу қолданылатын әдіс-тәсілдер мен практикалық ерекшеліктер қарастырылады. Осы бағыттағы ақпаратпен әріптесім Қымбат Қосманқызы жалғастырады. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, Алмагүл Данияровна. Жоғарыда жоғарыда әріптесім айтып өткендей, өзі жақсы мінездер жол картасы диагностикалық кешен бірнеше кезеңнен тұрады. Мен диагностикалауға тоқталамын. Бұл біз балалардың мінез-құлық және эмоционалдық қиындықтарын диагностикалау мәселелері не тоқталамыз. Қазір таңда мектепке дейінгі ұйымдарда кездесетін өзекті мәселелердің бірі баланың мінез-құлқындағы өзгерістерді дер кезінде байқап, оған дұрыс педагогикалық және психологиялық қолдау көрсету. Бұнда енді баланың мінез-құлқын қолдау ретінде және оны бақылау ретінде ең бірінші бағана әріптесімде айтып отыр, ортаға бейімделу, баланың ішкі эмоциялық жағдайы, отбасы, үйдегі қарым-қатынас пен тәрбие стилі, бұны қарым-қатынас, міне осы барлығы енеді. Енді біз осыған байланысты диагностикалық кезеңді әртүрлі факторларға байланысты біріктірдік. Яғни қалай біріктірдік? Бұл баланың маңызды қағидаларына қарадық. Мысалы, баланың жас ерекшелігіне сәйкестігі болу керек, мектепке дейінгі ұйым жағдайында қолдануға ыңғайлылығы, нәтижесінде практикалық маңыздылығы, педагогтар мен психологтардың күнделікті тәжірибесінде тиімді пайдалануға қолайлылығы. Диагностикалық кешен көбінесе бағана әріптесім тағы айтып өтті, оны педагогтердің бақылауы, схемалар, профильдер қолданады, және сонымен қатар жаңағы сауалнамалар аламыз. Ең бірінші біз педагогтармен, ата-аналармен әңгімелесеміз. Сонан кейін барып жаңағы сауалнамалар аламыз. Баланың ішкі әлемі, яғни бұл біздің балалармен диагностика көбінесе проективті әдістемелер. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бұл мектепке дейінгі балалар болғандықтан біз көбінесе проективті әдістемелерді қолдандық. Бұнда бақылауға келетін болсақ, бұл бақылауда мысалы баланың мінез-құлқын бақылау схемасы, күнделікті әрекеттерде қайталанатын қиындықтарды жүйелі түрде тіркеу. Бұл кезде бұнда мысалы бақылау схемасында агрессивтілік, негативизм, қорқыныш, алаңдаушылық, гипербелсенділік, эмоционалдық, оқшаулану сияқты мінез-құлық ерекшеліктері толық қамтылған. Бұл педагогке тек мәселені анықтауға емес, сонымен қатар оның пайда болу жағдайларын таңдауға көмектеседі. Яғни бала қай кезде мазасызданады, қандай ортада қақтығысқа түседі, қай жағдайда өзіне сенімсіздік көрсетеді. Осының барлығын бақылау нәтижесінде айқындалады. Енді екінші, баланың әлеуметтік даму профиліне келетін болсақ, бұл әдістеме баланың ортаға бейімделу деңгейін көрсетеді. Сонымен қатар баланың құрдастарымен және ерекшеліктерімен қарым-қатынас кешенді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл профиль арқылы баланың әлеуметтену деңгейі, топтағы орны, көшбасшылық қасиеттері немесе қарым-қатынас қиындықтары анықталады. Мұндай ақпаратты педагогтерге баламен жеке жұмыс бағытын дұрыс жоспарлауға көмектеседі. Сауалнамалар, міне 3 сауалнама алған болатынбыз. Бұлар экспресс сауалнама, диагностика, қауіп тобына дейді. Енді бұл мінез-құлқында қиындықтар тобына жататын балаларда жедел іріктеу құралы. Бұл өте керемет әдістеме. Бұнда көп баланың мінез-құлқына байланысты әртүрлі сұрақтар берілген. Міне сол сұрақтарды осы жаңағы анықталынады, яғни мінез-құлқының ерекшеліктері. Сосын Сирс мазасыздық шкаласы берілген. Бұнда баланың бойында жасырын мазасыздық деңгейі, ата-ана мен педагогтың бағалауы, яғни мазасыздық деңгейі, алаңдаушылығы баланың, не осыны бағалайды. Сонымен қатар мына отбасындағы тәрбие стильдері. Өздеріңіз білесіздер, отбасындағы негізі тәрбие стильдері өзі 3 стиль болады. Бұл авторитарлық стиль, бұл көп
отбасында көп тыйым салу баланы, нәтижесінде баланың бойында қорқыныш, өзіне деген сенімсіздік және жасырын агрессия қалыптасады. Демократиялық стиль баланы тыңдау, онымен санасу, бірақ нақты шекараны сақтау. Нәтижесі бұл ең тиімді стиль. Немқұрайлық стиль балаға эмоционалдық көңілдің жетіспеуі, яғни бірақ араны шектеудің болмауы. Міне содан ашық агрессия, бұзушылық, тәртіп бұзушылық пайда болады. Енді осындай жаңа ата-аналармен, педагогтармен жүргізген сауалнама, бақылау әдістерінен кейін бізде ең бастысы баланың ішкі әлеміне үңілу, яғни бейсаналық ішкі әлемі. Ол қалай? Ол проективті әдістемелер арқылы деп айтқан болатынмын. Бұл жерде біз өзіміз таңдаған, яғни суреттер әдістемесі, баспалдақ, кактус, ағаштағы кішкентай адамдар, менің отбасым әдістемесі таңдалды. Енді бұл әдістемелерге тоқталатын болсақ, бірінші біз саты әдістемесіне тоқталып көрейік. Баспалдақ дейді, яғни оны баспалдақ әдістемесі. Бұл жерде міне өздеріңіз көріп отырсыздар, жоғары саты, төменгі саты. Балада жоғары саты бұл жақсы балаға түсіндірген кезде бұл жерге жақсы балалар, төменгі саты жаман балалар орналасады. Ал енді сен өзіңді қай сатыға қоясың? Сенің ата-анаң сені мамаң анаң қай жерге қояды, әкең қай жерге қояды, тәрбиешілер қай жерге қояды деп сұрақ қоямыз. Міне ол бірінші біз бұл диагностиканы өздеріңіз білесіздер, психологтар болатын біз арамызда. Бұл жерде диагностикада ең бастысы балаға жақсы ахуал тудыру жауабына. Міне осындай сұрақтар қойылғаннан кейін бала өзін сатыларға орналастырады. Ал енді қазір барлықтарымыз осыдан қаншама жыл бұрынға қиялымен барайықшы. Яғни 5-6 жастарыңызға келейік. Міне сол кездегі сіздің көңіл күйіңіз қандай болды? Есімізге түсірейікші. Сіз өзіңізді, егер сізге айтатын болса, сіз өзіңізді сатыға қой десе, сіз қай сатыға өзіңізді қояр едіңіз? Анаңыз қай жерге қояр еді? Әкеңіз қай жерге, тәрбиешіңіз қай жерге қояр еді? Көз алдымызға елестеттік па? Міне, осы сияқты балалар да өздерін осылай қояды екен. Яғни баланың бұл сатыға қоюының кезінде көбінесе бала өзін егер төмен қойып, ал егер анасы оны жоғары қойса, бұл жерде баланың өзіндік бағалауының төмендігі байқалады, өзіне сенімсіздік байқалады. Ал керісінше бала өзін жаңағы жоғары қойып, ал анасы оны төмен қояды десе, бұл кезде уже ана мен баланың арасында, яғни баланың үйде көп тыйым салулары байқалады. Енді мінез-құлық реакциялары, суреттер әдістемесіне тоқталайық. Бұл суреттер әдістемесін көріп отырсыздар, бұнда бізде көптеген бұл жерделерде айтып өтетін болсақ, баланың әлеуметтік интеллектісін, яғни қақтығыс жағдайында қалай түсінетінін және мәселені қандай жолмен шешетіні анықтауға мүмкіндік береді. Бұл әдістеме балаларға қызықты, әлі жеңіл форматта ұйымдастырылды. Өйткені мектепке дейінгі жастағы бала сурет арқылы өз ойын еркін жеткізеді. Мұнда біз баланың агрессияға бейімділігін ғана емес, оның қарым-қатынас мәдениетін, көмек сұрай алуын, өз бетінше шешім қабылдау деңгейін байқай аламыз. Келесі бізде кактус әдістемесі. Бұл графикалық әдістемеде өздеріңіз көріп отырсыздар, мына біздің балалардың салған суреттері кактустар. Яғни бұнда айтылады, яғни балаға өзің ойынша қандай кактусты салар едің, кәнекей бірге отырып салып көрейікші деп. Егер бала кактусты білмейтін болса, оны алдын ала кактустарды көрсетіп үйретеміз. Яғни кактустың тікенектері бар, міне осындай болады деп. Кактус далада өседі, құмырада өседі дегендей. Міне көріп отырсыздар, біздің тәжірибемізде балалардың салған суреті көбінесе құмырада болды. Бұл да жақсы белгі. Яғни бұл өздерінің отбасының тұрақтылығын, нықтылығын көрініп, мықтылығын, яғни отбасының өзін байланыстыратындығын көрініп тұр. Енді бұл
өзден суреттерге қарап өздеріңіз қарап отырсаңыздар, мына жерде күлгін түсті кактус берілген. Күлгін түсті кактусқа назар аударыңыздар. Міне бұл күлгін түсті кактус. Қалай ойлайсыздар, бұл күлгін түсті кактусты салған баланың мінез құлқы қандай болды екен? Қандай деп ойлайсыздар? Қандай сезімде отыр? Өз ойларыңыз. Әріптестер, кішкене жауап белсенділік беріңіздер. танытайық. Күлгін түсті кактусқа назар аударыңыздар. Жарайды. Мен айтып отырайын, онда күлгін түстің басым болуы қиялдың эмоционалдық сезімталдықтың белгісі. Кактус ірі, бояуы батыл салынған, бұл баланың өзін көрсетуге ұмтылысы байқалады. Гүлдің қызыл түсте болуы эмоцияның күштілігін, назар мен қолдауға қажеттілігін көрсетуі мүмкін. Тікенектері өте өткір емес, байқап отырсаңыздар. Сондықтан агрессия деңгейі жоғары емес. Керісінше ішкі сезімталдық басым болуы ықтимал. Бала эмоциялық тұрғыдан ашық, шығармашылыққа бейім, бірақ кей кезде өзін қорғауға тырысады. Мадақтау мен эмоционалдық қолдау маңызды бұндай балаларға. Келесі мына қара түске тоқтағым келіп тұр. Енді барлығын айтпай, қара түстің толық қолданылуы эмоционалдық қысымды, мазасыздықты көрсетіп тұр. Кактус ортада орналасқан, яғни ол өзіне сенімді бала. Балада ішкі уайым, шаршау немесе эмоционалдық жабықтық болуы мүмкін. Бұл міндетті түрде негатив емес. Кей балалар жай ғана қара түсті жақсы көруі мүмкін. Бірақ баламен қосымша әңгімелесу керек. Яғни баламен кактустың суретін салғаннан кейін, неге сен мұндай кактусты салдың? Бұл кактус қай жерде өседі? Оның достары бар ма? Деген сұрақтар қоюға болады. Міне соның барлығын талдай отырып, біз баланың ішкі мінез құлқын байқаймыз. Келесі, менің отбасым деген әдістеме, бұл өте біздің тәжірибеде көп қолданылады. Бұл әдістеме өздеріңіз білсе өте көп ақпарат береді. Яғни отбасының жағдайына, жаңағы қарым-қатынасқа байланысты. Яғни бұл жерде мен 3 суретті алдым, яғни балалардың салған суреттері. Бірінші суретке қараңыздар, назар аудар. Бұл суретте бала кішкентай болып тұр, өзін ең төмен санап тұр, бұл кішкентай бейнелеуі. Ал ата-анасына назар аударыңыздар, әкесі қандай күші керемет, міне осындай белгілерді бейнелеп тұр. Бұл суретте отбасы құрамында күшті иерархияны көріп тұрмыз. Баланың өзін әлсіз сезінуін, эмоциялық қысымды қабылдау мүмкіндігін көрсетеді. Айқын агрессия салынбағанымен, ішкі эмоционалдық кернеу мен мазасыздық белгілері байқалады. Бұндай балалармен жұмыста қандай ұсыныс бересіз? Ұсыныстарыңыз бар ма? Сіздер қандай ұсыныс берер едіңіз, егер осындай суретті көрсеңіз? Кәне әріптестер, өздеріңіздің ойларыңызды айтуларыңызға болады. Мен ойлаймын, кешіріңіздер. Анасымен сөйлесу керек деп. Үйде көбірек назарды балаға аудартып, баламен сөйлесіп, өзінің жаңа кішкентай қылып салғаны, сол өзінің өзі сенімсіздік болып тұр ғой балада. Рахмет. Дұрыс айтасыз, тамаша. Яғни, мұндай балалармен өзін бағалауды көтеруге, эмоцияны еркін айту жаттығулар, қауіпсіз қарым-қатынас қалыптастыру, арт-терапия, отбасылық, психологиялық жұмыс өте тиімді болады. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, отбасымен. Бұл да тиімді. Және де өзімізде жаңағыдай арт-терапия өткізуімізге болады, әңгімелесуімізге болады. Мына ортасындағы суретте де бейнеленген, бұл суретті жай қысқаша ғана айтайын, уақытымды қызығына. Мына жерде мысалы 3 адам ғана бейнеленген, бұл қыз бала болатын. Қыз бала бұл жерде өзін салған жоқ. Яғни әпкесін салды, бауырын салды және әкесін салды. Міне бұл кезде көрініп отыр, бұл отбасында әкесінің рөлі өте жоғары, яғни бұнда кішкене қорқыныш бар қыз балада деп көруге болады. Және бұл сурет баланың ішкі
ішкі эмоционалдық кернеуді сезінуі мүмкін екен, өзін кейде қорғансыз сезінетін, эмоционалдық қолдау мен қабылдауға мұқтаж екенін көрсетеді бұл суретте. Сурет мазасыздық, ішкі уайым, қарым-қатынастағы қиындық элементтері байқалады. Айқын агрессия толық көрінбегенмен, эмоциялық қысым белгілері бар. Мұндай балалармен эмоцияны тану жаттығулар, арт-терапия, өзін бағалауды көтеру, сенімді қарым-қатынас қалыптастыру, ертегі терапиясы, қауіпсіз эмоциялық орта құру өте пайдалы болады. Яғни ата-аналармен, тәрбиешілермен де әңгімелесуге болады. Келесі, бізде кішкентай адамдар бар, ағаш әдістемесі. Бұл әдістемені негізі бұл әдістемені көп қолданамыз. Бұл өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде кішкентай балалар. Бұны жаңағы балаларға да қолдануға болады, балалардың әдістемесі де бар, және үлкендерге де қолдануға болады екен бұл әдістемені. Енді бұл әдістемеге қазір барлықтарымыз назар қояйықшы. Бірінші, сіз өзіңізді осы суреттен өзіңізге қазіргі көңіл күйіңізге байланысты адамды ойлаңыз, қайсы болар едіңіз? Қай адам сізге көңіл күйімен келіп тұр, яғни қай адам? Бірінші. Екінші, сіз қандай адамның көңіл күйінде, яғни қандай адам болғыңыз келеді осы жердегі? Сол екінші, өзіңіз болғыңыз келген адамды белгілеңіз. Ойланайық, тезірек. Әріптестер екі таңдау жасау керек, иә? Мен қазір қандаймын, қандай болғым келеді деген сияқты. Екі таңдау жасаңыздар. Жасадыңыздар ма? Болдық па? Болдық. Ал келесі, әріптестер, қандай таңдау жасадыңыздар? Бірінші жазыңыздар. Жазып өтсеңіздер, жазған таңдауларыңызды. Бірінші қандай таңдау, екінші қандай таңдау? 10 таңдаған екен. 10 таңдаған адамдар бар екен, е? Яғни бұл 10 дегеніміз жайлылық күйін қалыпты бейімделуді көрсетеді. Бұл адамдар жайлылық күйде қалыпты бейімделуде деген сөз. 13 таңдаған адамдар, бұлар көңіл көтеруге, кешіріңіз, оқшаулануды, тұйықтықты, мазасыздықты білдіреді екен бұл. Және жаңа 15 дедіңіздер, бұл 15, 10 секілді бұл жайлылық күйін қалыпты бейімделуді көрсетеді. Тағындай кейді. 20. 10 дегені, яғни сіздерде қазір мына кісіге айтып өтейік, 10 дегені жаңа жайлылық күйін бейімделудің өте жақсы бейімделеді екен ортаға. Ал 20 дегеніміз болғыңыз келген, бұл дегеніміз көбінесе өзін жоғары бағалайтын адамдар. Міне осындай болғыңыз келеді екен, е? Болды ма? Жақсы, тамаша. Тамаша. Осымен диагностикалық әдістемелер бөлімі болды. Әріптестер, ендігі кезекте әдістемелік ұсынымдардың тәжірибелік маңызы жоғары бөлімдерінің бірі мектеп жасына дейінгі балалардың мінез құлқындағы қиындықтарын алдын алуға және түзету дамытуға бағытталған ойын технологиялары мен психологиялық, педагогикалық ойын технологияларымен және қолдау көрсету қағидаларына тоқталамыз. Өздеріңіз білетіндей, мектепке дейінгі кезеңде ойын баланың жетекшісі әрекеті. Бала ойын арқылы қоршаған ортамен қарым-қатынас жасайды, өз эмоциясын білдіреді, әлеуметтік тәжірибе жинақтайды. Сондықтан мінез құлықтағы қиындықтардың алдын алу және түзету жұмыстарының ойын технологиялары ең тиімді құралдарының бірі болып табылады және де саналады. Психологтар тәжірибесінде ойын балалардың эмоциялық шиеленісін төмендетуге, агрессияны қауіпсіз жолмен шығаруға, немесе алаңдаушылықты азайтуға және өзін-өзі реттеу дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Әсіресе топтық ойындарда балаларды бірлескен әрекетке, ережені сақтауға, кезек күтуді үйренуге, өз эмоциясын басқаруға, сонымен қатар құрдастармен дұрыс, тиімді, жанжалсыз, қақтығыссыз қарым-қатынас жасауға алып келеді.
Сонымен қатар, мұндай жұмыстарда баланы тек түзету емес, оның алдымен оны түсіну, қабылдау және эмоциялық қолдау көрсету өте маңызды. Осыған байланысты әдістемелік ұсынымдарда баламен жұмыс жүргізудің негізгі қағидаларды біз басшылыққа алдық. Ең басты қағида ол біз әр баланы жеке тұлға ретінде қарастыру, құрметтеу, қауіпсіз эмоция қалыптастыру, балаға жағымды ахуал орнату, жазалаудан гөрі қолдау көрсету, балаға үнемі қолдау көрсету, баланың ішкі қажеттілігін түсінуге ұмтылу, үлкендеріне ересектердің жетістігін атап мадақтау көрсету. Әдістемелік ұсынымдарда біз мектеп жасына дейінгі балалардың жиі кездесетін негізгі мінез-құлық қиындықтарына сәйкес арнайы ойындар кешенін қарастырдық. Атап айтқанда, алаңдаушылығы, жиі кездесетін, өзі балалардың бойында жиі кездесетін мінез-құлықтар ғой, алаңдаушылығы жоғары, оның ішіне жаңағы тұйық, мазасыз балалар деген сияқты ұяң балалар кіреді. Сонымен қатар гипербелсенді, бір орында отырмайтын балалар өте көп, жаңағы зейін тапшылығы бар балаларды біз жеке атап өттік, және де агрессивті мінез-құлық бағыттары бойынша түзету, дамыту ойындар кешені жүйеленіп берілді. Ойындардың әр бағыт бойынша ұсынылған ойындар баланың психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып іріктелініп, олардың эмоциялық жағдайын тұрақтандыруға, мінез-құлықтағы қиындықтарды жұмсартуға және әлеуметтік бейімделуіне қолдануға бағытталған. Енді мынау алаңдаушылықты сейілтуге байланысты, алаңдаушылықты жоғары балаларға арналған ойындарда ең алдымен қауіпсіздік сезімін қалыптастыруымыз керекпіз. Біз жаңағы ұяң, тұйық балалармен қауіпсіз сезім болу керек. Эмоционалды қолдау көрсетуіміз керекпіз. Мұндай баланың өзіне деген сенімділігін арттыру мақсаты көзделеді бұл жерде. Бұл балалармен ойындардың өзінің ерекшелігі бар. Мұндай балалармен ойындар баяу ырғақта, тыныш эмоционалды ортада ұйымдастырылып, үнемі жаңағы тыныс алу жаттығулар, сенсорлық сезінулер, сонымен қатар эмоционалдық қолдау элементтері қамтиды. Буынды ішіп жайғанбеш, ананы хочу. Әріптестер, микрофондарыңыз. Әріптестер, микрофонды сөндіріңіз. Келесі зейін тапшылығы бар балалар, гипербелсенді балалар дейміз ғой. Оларға арналған ойындардың ерекшелігі ол қозғалыс белсенділігін дұрыс арнаға бағыттау, зейін тұрақтылығын дамыту және өзін-өзі басқару дағдыларын қалыптастыру негізгі басшылықта осы критерияларды басшылыққа аламыз. Сондықтан бұл бағыттағы ойындар міндетті түрде қимыл қозғалысқа негізделгенімен, нақты ережелерді сақтауды, әрекетті кезекпен орындауды, тыңдай білуді және нұсқауды орындауды талап етіледі. Мұндай ойындар балалардың артық энергиясын қауіпсіз, біз энергиясын жауып тастамауымыз керек, біз қауіпсіз түрде шығарып қана қоймай, олардың ұйымдасқан әрекетке бейімделуіне ықпал етеді. Келесі агрессияны реттеуге байланысты осы мінез-құлықты көрсететін балаларды, байқалатын балалармен жүргізілетін ойындардың ерекшелігі баланың жағымсыз эмоцияларын қауіпсіз жолмен сыртқа шығаруымыз керекпіз. Эмоциясын басып тастамай, керісінше эмоциясы бала шығару керек, бірақ оны табиғи, экологиялық түрде шығару керек, бала сыртқа шығару керек. Соған біз мүмкіндік беруіміз керекпіз. Бұл ойындарда эмоцияны бала тану, ашуды басқару, жанжалсыз қарым-қатынас жасау дағдылары қалыптастырылады. Сонымен бірге күш-қуатты қажет ететін ұлттық қимылды ойындар арқылы баладағы ішкі шиеленіс төмендеп, эмоционалдық тепе-теңдік қалыптаса бастайды. Енді осы ойындардың біз негізінде ойындардың көпшілігін ұлттық нақышта бейімделу үрдісін жасадық. Біраз ойындар, осы әдістемелік ұсынымдарда көрсетілген ойындардың көпшілігі ұлттық нақышта, ұлттық бейімделген. Енді әр ойынның мазмұны осы кешендерде, ойындар кешенінде көрсетілген біраз әр ойынның өзі мазмұны, өткізу тәртібі, психологиялық әсермен қолдану ерекшеліктері нақты түсіндіріп берілген әр ойынның. Және де қажетті ойын түрін тиімді таңдауға, жаңағы бұл ойындар тәрбиешілерге, педагогтарға және ата-аналарға қажетті ойын түрін тиімді таңдауға мүмкіндік береді.
Ал енді әріптестер, қазір сіздермен бірге әдістемелік ұсынымдарда берілген бірнеше ойын жаттығуларын тәжірибеде жүзінде орындап көрейік, бір-екі жаттығулар. Қазір маған әріптесім көмектеседі. Мысал үшін, гиперактивті, гипербелсенді балаларға біз мынандай ойын ойнатамыз. Бұл ойын деп айтуға болады, жаттығу деп, техника деп айтуға болады. Мысалы, топта қимыл қозғалысы өте жоғары балалар, белсенді балаларды қалай біз тыныштандыра аламыз? Көп жағдайда тәрбиешілер баланы мәжбүрлеп, қысым жасап отырғызып қоямыз, қаны жүгіре бермей, отыр деген сияқты. Бұл өте қате әрекет. Себебі біз баланың қимылын бәсеңдетпеуіміз керек. Біз керісінше оны шығаруға, біртіндеп басқа жолмен шығаруға біз баланы үйретуіміз керекпіз. Қаны бәріміз қатты ыңғайланып отырып алайық, қатты мұзға айналамыз, балаға айтамыз, қатты мұзға айналамыз. Біздің қолдарымыз, иықтарымыз, денеміз, барлық тізелеріміз, аяқ қолдарымыз қатып қалды деп балаға сондай үйретеміз. Қатып қалады бала. Енді күннің көзі шықты, біртіндеп мұз ери бастайды деп, кішкене қолдарымызды жіберейік, ептеп босансытамыз. Иықтарымызды, барлық жаңағы қысымға алған бұлшықеттердің бәрін ептеп, біртіндеп денені, аяғымызды, қолдарымызды босансытамыз. Осы техниканы балаларға бірнеше рет жүгіріп жүрген баланы қасыңызға келіп бірнеше рет орындатсаңыздар, бұл құба-құп балаға өзінің жаңағы гиперактивті балаға жаңағы денені босансыту арқылы жаңағы шиеленіс, баладағы бойындағы шиеленіс азаяды. Бірнеше рет қайталауға болады. Мысалы, алаңдаушылығы жоғары балалармен не істеуге болады? Бұл балалармен енді бұлар өте ұяң ғой, бұларға қауіпсіз орта керек, біздің түсіністік керек. Кей жағдайда бұл балаларға үлкендердің жанында жайлылықты сезінудің өзі жеткілікті болады. Осыған байланысты біздің әдістемелік ұсынымдарда анамның жұмсақ алақаны деген техникасы бар. Соны да орындап көрейік. Бәріміз ыңғайланып отырамыз, алақандарымызды дайындаймыз. Әріптестер, алақандарымызды дайындайық. Енді осы алақандарымызды бір-бірімізге тез-тез үйкелейміз. Тез үйкелейміз. Қане жылдамырақ. Әріптестер көріп тұрған жоқпыз, қане? Орындайық. Қане жылу сезініп жатырмыз ба? Өздеріңізде қазір кішкене сергіп қаласыздар. Енді жылдамырақ. Енді алақандарымызды жайлап, жылу келді ғой. Бетімізге, жылуды сезінеміз, денемізге, иығымызға, кеуде тұсымызға өз-өзімізді бұлай құшақтауға болады. Осы техниканы да осындай балалармен бірнеше рет нетсеңіздер, орындасаңыздар, бірнеше қайталауға болады бірден. Осындай қарапайым жаңағы денелік жаттығулар, телесный дейміз ғой, арқылы бала жеңіл тынышталып, өз жаңағы күйін жақсырақ сезіне бастайды. Ішкі мазасыздығы, әсіресе негелер утренник алдында бала қатты қобалжиды, мысалы ашық сабақтардың нелерде, соған баланың назарын басқаға аударуға тез көмектеседі. Енді жаңағы осындай ойындардың көмегімен балалар жаңағы жоғарыда атап өткен зейін тапшылығы балалармен ойындарда да, осындай ойындардың көмегімен балалар біртіндеп тоқтай білуді, нұсқауды, мұқият тыңдауды, назарын қажетті бағыттауды үйренеді. Енді әріптестер, сіздерге мынандай бір сұрақ қойғым келеді. Егер бала ашуланса, сіз ең алдымен не істер едіңіздер? Сіздердің ойларыңызды тыңдағымыз келеді. Қане, бірнеше нұсқа тұр. Микрофондарыңызды қосып айтсаңыздар. Бала ашуланса, сіз ең алдымен не істер едіңіз? Ол баланы қалай тыныштандырады недіз? Біреуін таңдаңыздар. Әріптестер. Төртінші сұрақ, әріптесіміз құшақтаймын депті, дұрыс, тамаша. Сұрақтарыңызды тыңдайық. Қандай? Біраз әріптестер құшақтаймыз дейді, баланы қасына алып, кішкене өзіне жақын тартады екен. Тамаша. Енді бұл жерде
бұл жерде әріптестер көріп отырғаныңызда әрқайсымыздың мысалы тәжірибеміз әртүрлі, және әр жауаптың өзіндік дұрыс жаман жауабы жоқ бұл жерде, өзіндік маңызы бар. Шын мәнінде бұл ең маңызды баланың дәл сол сәттегі эмоциясына байланысты. Жаңағы біз қажеттілігін түсіне білу бұл жерде. Кейде балаға тыныштық керек болса, кейде қолдау. Ал кей жағдайда жаңа өзін түсінетін ересек адамның, жоғарыда айттық қой, жанында тек болғанда өте маңызды болады балаға. Өйткені біз көп жағдайда баланың сыртқы мінез құлқына басты назарды аударамыз. Бала жүгірді, бала айғалады, бала мінез көрсетті деген сияқты. Мінез сыртқы бейнесін, бет бейнесін ғана көреміз. Ал оның астарында қандай сезім, қандай қажеттілік жатқанын бірден байқай бермейміз да, үнілуге де тырыса қоймаймыз. Сондықтан қазір біз сіздермен осыған байланысты баланың мінез құлқының астарында не жатқанын түсінуге көмектесетін келесі жаттығуды орындап көреміз. Жаттығуымыздың аты айсберг, мұзтау дейміз. Мұзтау. Барлығымыз білетіндей, айсбергтің су бетінде көрінетін өзінің кішкене ғана бөлігі бар. Ал судың астында ең негізгі үлкен бөлігі судың астында жасырынып тұрады. Судың бетіне жай ғана кішкене ғана төбешік көрінеді. Сыртқы бұл тек көмей сыртқы көрінісі әрекетті. Енді баланың мінез құлқы да дәл осында айсберг сияқты. Мынау бетінде сыртқы көрінесі, ал оның астарында, мына айсбергтің астарында баланың сезімдері жатады, оның қажеттіліктері бірден бізге байқалына қоймайтын біраз баланың ішкі қажеттіліктерімен мұң мұқтажы жатады. Мысалы, әріптестер мысалы елестетіп көріңіздерші, тәжірибелеріңізге сүйенсек, сіздердің топтарыңызда мысалы қандай балалар жиі кездеседі, балаларда қандай мінез құлық жиі кездесіп жатады. Сіздердің ойларыңызды тыңдайықшы, тез микрофондарыңызды қойып, тез айтсаңыздар. Топта қазір тез ашу ыза көрсететін балалар өте көп болып жатыр қазіргі таңда. Әріптестер, қандай қиындықтармен сіздер жиі кездесесіздер? Тәжірибелеріңізде қандай балалар көп қазір? Белсендірек әріптестер. Чатқа жазып жатыр ма мүмкін? Қазіргі кезде, сәлеметсіздер ма? Қазіргі кезде көбінесе отырмайтын балалар көп, сосын кейін анау жұмыс істеп жатқанда кейбір кезде суреттерін салып жатқан, жыртып тастайтын балалар бар, ішіндегі эмоциясын неткенше өзі қасына шақырғысы келетін, сондай өзінің эмоциясын жеткізе алмайды да, сондай қылықтарға баратын балалар бар. Тамаша, енді қана көрейік біз. Қараңыздар, әріптестер. Дөрекілік танытатын балалар жиі қазір кездеседі топта, ешкіммен ойнамайтын, өз бетімен оқшаланып отыратын балалар көп, ашу ызасын жиі көрсететін балалар көп, тыңдамайды, өзі жаңа бір орында отырмайды, тыңдамайды, нұсқауды естімейтін балалар деп айтуға болады, тыңдамайды емес, естімейді. Көп жылайтын балалар бар, тез бірден жылап қалатын, айғалап, бір орында отырмайтын балалар да көп, қысықтық танытатын балалар да көп. Енді қараңыз, осы балалардың астарында не жатыр? Бұл жерде қандай сезімдер, қандай уәжі жатыр баланың? Қызғаныш, қорқыныш жатыр, мазасыздық жатыр, мейірімге мұқтаждық жатыр. Бала ашу ызасын көрсетсе, мүмкін ол балаға мейірімдік жетіспей жатқан шығар. Біз оны баланы басқаша, балаға басқа белгі қойып қоямыз. Әлсіздік болуы мүмкін, эмоциялық қысым көріп жүрген шығар бұл бала мүмкін. Мүмкін жалғыздық, жаңағы эмоциялық сенімсіздік бар шығар бұл балада, өзін өзі бағалау деңгейі төмен шығар. Соның назардың жетіспеушілігі де болуы мүмкін. Қазір көп ата-аналар жұмыс басты, бала көп жағдайда балаға назар жетіспейді, отбасы жағдайында. Өзін өзі қауіпсіз де сезінбеуі мүмкін. Айсбергтің мына өздеріңіз көрдіңіздер, осы жаңағы су бетінде көрініп тұрған бөлігі бұл сырттай біздің байқап жүрген мінез құлық. Ал айсбергтің су астындағы жасырын бөлігі назар аударайық, бұл көріп отырғанымыздай баланың әрбір қиын мінездің артында айтылмаған сезім бар, айтылмаған
түсінілмеген эмоция бар, немесе қанағаттанбаған қажеттілік тұрады. Сондықтан біздің міндетіміз баланың ішкі жан дүниесіне түсіне білу, ене білу, мына айсбергтің төменгі жағына, су асты бөлігіне назарымызды аудару. Енді келесі кезекте бұл айсбергтің жаңағы су астындағы бөлігіне баланың ішкі сезімдері мен қажеттіліктер жасыратын бірге жаңағы анықтадық. Енді осыны тәжірибе жүзінде байқап көрейік. Мен сіздермен қазір балалардың мінез құлық көріністеріне бейнелеген суреттерді ұсынамын. Ал сіздердің міндеттеріңіз баланың сыртқы әрекетіне қарап, оның артында қандай сезім, қандай уәж, қандай мұқтаж жатыр, қандай қажеттілік жасырғанын соны сіздер анықтайсыздар. Мынандай жаттығу, кәне тауып көрейік деген. Бізде мына жерде бірнеше баланың мінез құлқы жасырылған. Кәне әріптестер, бірінші мінез құлықта қандайғы? Бірінші мінез құлық тұйық бала. Әріптестер белсенді қатысақ, осы жерде. Тұйық бала. Тұйық баланың бейнесі қандай? Міне, өз бетімен оқшау отыратын бала, аса ішкі сезімін білдіре қоймайтын, бір үндемей отыратын бала. Әріптестер, енді қане айтайықшы, бұл балада қандай ішкі сезімі, тұйық бала не білдіргісі келеді, не айтқысы келеді бізге? Қандай уәжі бар бұл тұйық баланың? Әріптестер, қане? Тұйық бала не айтқысы келеді бізге? Қандай үнін жібергісі келеді? Сізге кішкене сіздерге подсказка жасайды, әріптестер, бұл бала мен қорқамын дейді. Балада өте, баланың бойында қорқыныш өте көп. Қане әріптестер, қатысайық. Дәугөктер. Тұйық бала не дейді? Қандай? Жан айқайы бар тұйық баланың. Сенімсіздік шығар, өзінің ішінде қорқыныш бар, сенімсіздік бар, ортаға тез бейімделіп кете алмайды, сондықтан оқшауланып, тұйықталып қалған шығар. Не айтқысы келеді бала, мен қорқамын дейді. Бала, қорқам, маған кішкене көңіл бөліп, қасыма жақындап, не қолдау көрсетіңізші деген сияқты сондай сезім білдіреді. Тамаша. Мен, не дейді бұл? Мені түсінсе екен дейді. Мені түсінсе екен, маған мейірім керек дейді. Маған мен қателесуден қорқамын дейді. Мен нәже қателес кеттім, маған назар керек деген, мейірім керек деген сияқты, маған қауіпсіздік керек деген сияқты. Келесі екінші не бар еді? Өтірік айтатын бала, бұл қазір көп жағдайда өтірік айтатын балар жиі кездеседі. Өтірік айтатын баланың бейнесін көрсетейік. Міне өтірік айтатын бала. Әріптестер, қалай ойлайсыздар? Өтірік айтатын баланың ішкі жан айқайы қандай? Қалай ойлайсыздар? Қане әріптестер, бірақ қана педагог сөйлеп отыр. Әріптестер, өтірік айтатын бала, неге өтірік айтады бала? Қалай ойлайсыздар? Меніңше шындықты жасыру үшін өтірік айтатын сияқты бала, өйткені кейбір кезде балабақшаға бармау үшін де өтірік айтып жатады балалар, кішкентай балалардың өзі. Сол өзінің мақсатына жету үшін, қорқынышын бәрін нетпеу үшін өтірік айтуға мәжбүр болатын сияқты. Неден қорқады бала? Балаға үлкен қатан талап қойылғандықтан, бала бірденеден қорққандықтан өтірік айтады. Сондықтан көрейік, мен жазадан қорқамын дейді. Мүмкін ол отбасы жағдайында бала ортасында балада физикалық тұрғыдан қысым көретін шығар бұл бала, психологиялық тұрғыдан. Мен жақсы бала болғым келеді дейді. Бұл бала маған қауіпсіздік керек дейді. Шындықты айтуға батылым жетпейді, кейде бір жерде өзін-өз бағалау деңгейде төмен болуы мүмкін. Мен көңіліңізді қалдырғым келмейді, бала сізге жан айқайын сөйтіп айтады, жеткізеді. Келесі, ұшқалақ бала, жаңағы отырмайтын балар өте көп дедік қой, ұшқалақ баланың бейнесін көрейікші. Міне, бір орында отырмайтын бала. Тез айтып жіберейікші әріптестер. Уақыт шектеулі. Ұшқалақ бала неге отырмайды? Оның ішінде қандай несі бар? Ұзақ отыру маған қиын дейді. Физиологиялық тұрғыдан. Гиперактивный балалар өз-өзін ұстай алмайды, қозғалыс соған жылдам қозғалғанын ұнайды, сол көп энергиясы көп баланың. Энергия көп, тежеу
өзін тежеу қозу процестері өте қиын балаға егере алмайды. Ішімде энергия көп, ұзақ отыру қиын, маған қозғалу керек дейді. Назарымды ұстап тұру өте қиын дейді. Зейін тапшылығы бұл балаларда жиі кездеседі. Мені бірден тоқтатпаңызшы дейді. Бағана жоғарыда ойында біз айтып кеттік, бұл балаларды бірден отырғыз қойып тоқтатпауға болмайды. Керісінше осы энергияны біз шығаруымыз керекпіз. Енді соңғы мына сотқар бала, көбіне жанжалға бейім балалар, қақтығыстық жағдайларға, шиеленіске жиі түсетін балалар, міне сотқар баланы кәнекей қалай ойлайсыздар? Бұл балалар не дейді екен? Көбінесе сотқар балалар эгоист балалар болып келеді. Көбінесе ойыншықтарын қызғанады, өзінің заттарын бергісі келмейді. Балалар бірден эгоист болып тумайды ғой, әріптестер, Иә. Бұған түрткі болды ғой, не түрткі болды бұл бала? Міне, мен өзімді қорғаймын дейді. Мүмкін қысым болған сияқты бала, бұл жаңағы защитная реакция дейді, қорғаныс реакциясы балада. Мен өзімді ұстай алмаймын дейді. Маған жылулық керек. Бұл балаға да жылулық керек екен. Маған көңіл аудар. Көңіл бөлгенді қалайды өзіне. Көңіл аударғысы келеді өзіне. Өйткені көңіл болмайды, көңіл жоқ балаға. Мен жалғызбын дейді. Міне, сотқар баланы. Өзіне қорғаныс қойғысы келеді. Міне, сотқар баланың ішкі уәжі, ішкі қажеттілігі осындай. Тамаша. Келесі. Енді сіздерге біз мынандай қысқа не дайындап қойдық, әріптестер. Мына мінез-құлыққа байланысты. Мінез-құлық, агрессивті мінез-құлық балалар, олар қалай байқалады, топта? Итерет балалар, айғалайды, төбелеседі, заттарды сындырады, ойыншықты тартып алу, тыйымға ашумен жауап береді. Сіздер мысалы тыйым салсаңыздар, олар сонда ашу, айғайлайды, мысалы тыңдағысы келмейді. Бұның астарында не жатыр? Қорқыныш, реніш, қызғаныш. Скриндап алуға болады сіздерге осы таблицаны, осы кестені. Назар жетіспеушіліге, баланың жаны айқайғанда агрессивте, маған назар жетіспейді, қарым-қатынас қиындықтары және эмоцияны басқара алмауы. Баланың негізгі қажеттілігі бұл жерде қауіпсіздік беру керек, эмоциясын қауіпсіз шығару керек, тыңдалу керек. Бұл бала тыңдалмаған, не қалған бала. Және тынышталуға көмек көрсетуіміз керекпіз. Ересектердің бұл жерде жіберетін осындай балалармен қандай қателіктер жиі жібереді, балалар ол балаға дауыс көтереді, күшпен басады, көпшілік алдында мысалы ұялтады, ақыл айтады, көп ақыл. Мысалы, бұл жерде керісінше ең тиімдірек тыныс алу жаттығулары, қимыл арқылы эмоциялық қысым шығару, қысқа нұсқаулықтар беру, эмоцияны сөзбен айтуға үйрету. Сонымен қатар, алаңдаушылықта да мінез-құлқы бар балалармен, бұлар не байқайды? Бұл балалардың бойында қателесуден қорқады, жаңа ортадан қашқақтайды, жиі жылайды, тұйықталады, аз сөйлейді. Астарында не жатады? Бағана біз айтып кеткендей сезімдер жатады. Бұл балалармен енді қандай қателіктер жібереді? Үлкендер, ересектер асықтырады, салыстырады, қатты сын айтады, қысым көрсетеді. Керісінше бұл балалармен сабырлы, дауыс болу керек, жұмсақ қарым-қатынас және де күн тәртіп режим бұларда тұрақты болу керек. Себебі мынандай тұрақсыз режим балалардың өзін жаңағы тепе-теңдіктен шығарып жібереді. Және де қимыл қозғалысы жоғары балаларда үнемі қозғалыста болады. Бағана атап өттік қой. Бұл балалармен біз қандай қателіктер жібереміз? Қозғалысқа тыйым саламыз, ұзақ қозғалмай отырғызып қоямыз, бір жерге. Көп жағдайда топта бір орындыққа отырғызып қоямыз. Ол кездесетін жағдайы. Көп нұсқалық береміз, жазалаймыз. Бұл жерде бұл балалармен қимылды жаттығулар керек, қысқа нұсқаулықтар, қимылмен тынығуды кезектестіріп ұйымдастыру. Міне осы скрин жасап алуға болады. Енді әріптестер, тағы да бір айтады кететіні, біз осы ұсынымдар аясында біз тек қана ойындар кешені емес, біз сонымен қатар балалармен ертегі терапияны да қолданамыз. Бұл ертегілер авторлық кішкене заманауи тұрғыда өздеріміз құрастыру сондай үрдісін жасаудамыз, сондай тенденция. И және біраз ертегілеріміз біздің анимацияланған түрде, себебі қазір жаңағы зейін тапшылығы бар балалар көп тыңдап отыра алмайды бұл ертегілерді. Сондықтан біз сондай біраз ертегілерімізді кішкене анимациялау жұмысын, анимациялау түрге айналдыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазір сіздердің алдарыңызға біз жаңағы ертегі терапия, көбіне ертегі терапиямыз бізді ұлттық нақышта анимацияланған нұсқалары және
осы проект мүмкіндігі мына. Енді сіздерге мынандай ертегіні сіздерге алдарыңызға ұсынып отырмыз. Ертеде жасыл жайлаудың етегінде аңдар Көрініп тұр ғой. балабақшасы болыпты. Таңертең күн шуағы төгіліп, құстар сайрап, аң балалары мәз болып балабақшаға келеді екен. Сол маңда Қайсар деген кішкентай қонжық өмір сүріпті. Бірақ онымен ешкім дос болғысы келмейді екен. Себебі Қайсар үнемі жұдырығын түйіп жүреді. Ашуланса итеріп жібереді. Біреу жақындаса қабағын түйеді. Ал Қайсардың ішіндегі ойы мүлде басқа еді. Мені бәрі ренжіткісі келеді. Егер мен бірінші қорғанбасам, олар маған жамандық жасайды, деп ойлайтын ол. Сондықтан ол үнемі сақтанып, ешкімге сенбейтін. Бірақ жалғыз жүру оған да ауыр еді. Балалардың бірге ойнап, күліп жүргенін көрген сайын іші қысылады. Бір күні қонжық Қайсар орман ішімен келе жатып, аңдар балабақшасына тап болады. Онда аңдар көңілді ойнап жүр екен. Қараңдаршы, бізге жаңа қонақ келді. Мүмкін ол біздің досымыз болар. Тоқтаңдар. Тоқтаңдар. Оның жұдырығы түйіліп тұр. Міне, олар мен ұрмақшы. Маған қорғану керек. Деп ойлап, жұдырығын бұрынғыдан бетер қыса түсті. Аң балалар да қорқып кетті. Біз сенімен дос болғымыз келген. Ал сен бізді ұрғың келеді екен. Сен бұзық болсаң, біз сенімен ойнамаймыз. Қонжық Қайсар жалғыз өзі ағаш түбінде отырып қалды. Көңілі құлазып, көзінен жас парлап ақты. Неге бәрі менен қорқады? Менің де досым болғанын қалаймын ғой. Сол кезде ол өз жұдырығына қарады. Екі қолы тас сияқты түйіліп қалыпты. Бір тамшы жас жұдырығына тамып кетті. Сонда Қайсар ойланып қалды. Мүмкін олар менің жұдырығымнан қорыққан шығар. Мен үнемі ашулы сияқты көрінемін ғой. Ол жайлап алақанын ашты. Қолын ашқанда жүрегі де жеңілдеп кеткендей болды. Келесі күні қонжық Қайсар қайтадан балабақшаға келді. Бірақ бұл жолы жұдырығын тимеді. Қолын артына жасырмай, жай ғана күлімдеп тұрды. Бүгін ол ашулы емес сияқты. Иә, жұдырығым тимепті. Сонда тиін қыз оған жақындап, бізбен бірге асық ойнайсың ба? Деді. Қайсар алғашында ұялып қалды. Бірақ сосын баяу ғана, иә, ойнаймын, деді. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Қонжық Қайсар балалармен бірге алтыбақан тепті, доп ойнады, жаңылтпаш айтты, бірге күлді. Ол енді достардың жамандық ойламайтынын түсінді. Ал ең бастысы, ол бір нәрсені ұқты. Жұдырық тыю достыққа кедергі болады. Ал ашық алақан мен жылы сөз достықтың бастауы екен. Содан бері Қонжық Қайсар ашуланса, жұдырығын тимес бұрын терең тыныс алып, олар маған жау емес, деп есіне түсіретін болыпты. Ал достары оны, біздің мейірімді Қайсарымыз деп еркелетеді екен. Мейірімділік ең әдемі қасиет. Бір-бірімізге жылы қарап, түсіністік танытсақ, достық та көбейе түседі. Ашулы жүректі де мейірім мен қамқорлық жұмсарталады. Міне әріптестер, міне осындай ертегілерді, қысқа ертегілерді біз балаларға көрсетеміз. Қалай ойлайсыздар, осы ертегіде арқылы балаға біз қандай маңызды ой мен қиындықтарды жеткізуге болады, құндылықтарды? Бір сөйлеумен айтыңыздаршы. Қандай маңызды ой мен құндылықтар жеткізуге болады бұл ой ертегі арқылы? Микрофондарыңыз қоссаңыздар. Енді ертегілер кішкене, бұл ертегі арқылы біз балаға ашу мен қорғаныс мінезі достыққа кедергі болатын, мысалы жай ғана ал мейірім мен сенім, достық және ашық қарым-қатынас адамдарды жақындастыратын түсіндіріледі, жай ғана қарапайым осындай құндылықтар, қарым-қатынас құндылықтар. Сонымен қатар ертегі балалардың эмоциясын тануға, оны қауіпсіз түрде реттеуге және өзгелерге сеніммен қаратуға үйретеді. Енді әріптестер, рахмет. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңыз болмаса, келесі әріптесіме сөз кезегі.
енді қазіргі менің сөйлейтін сөзім, яғни бұл жаңағы жақсы мінездер жол картасы атты ұсынымның әдістемелік тиімділігін анықтау. Яғни бұл жолы жаңа әріптесім айтып өтті, бұл кезеңдерге бөлді. Міне сол жаңағы диагностикалық кезең, түзету дамыту кезеңі, міне содан кейін аяқ жағында, яғни қайтадан диагностика алынады деді. Бірінші басында алынады баладан, сосын аяқ жағында диагностика алынады деді. Міне сол диагностикалардың нәтижелерін бір-бірімен салыстыру, яғни басында қалай болды, аяқ жағында қандай нәтижеге жетті болды. Енді бұл әдістемеде біз Батыр санаторлық бөбекжайы менен Толағай бөбекжайының балалары алынды. Сол балалар алынды, онда Батырдан 23 бала алынса, Толағайдан 24 бала алынды. Яғни бұл жерлерде жаңағы сауалнамалар, айтылған сауалнамалар және проективті әдістемелер қолданды. Мысалы, мына жерде қарап отырсаңыздар, бұл жерде басында, яғни мынау диаграмманың негізі, бұл қиындық тудыратын қауіп факторы бар балалар, басында қауіп факторы жоқ балалар 70% болса, аяғында 89%-ке көтерілді жылдың соңында. Келесі бізде баланың әлеуметтік дамуының жеке профилін байқап отырсыздар, міне мынау қыркүйек айында және мамыр айында алынған, міне қандай өзгерістер болып жатқанын көріп отырсыздар. Келесі бұнда суреттер әдістемесі тұр, бастапқы кезеңі және соңғы кезеңі. Сонымен қатар бұл жерде 26% агрессивті тәсілді таңдаған. Жыл соңында агрессивті мінез-құлық көрсеткіші 6%-ға дейін төмендеді. Ал мәселе өз бетінше конструктивті шешу дағдысы 23%-дан 75%-ға дейін өсті. Енді келесі баспалдағы әдістемесіне келейік. Бұл жерде де көріп отырсыздар, жылдың басы, жылдың аяғында қандай өзгерістер болған, өте жоғары көтерілді. Яғни жыл басында кейбір балаларда төмен өзін-өзі бағалау, сенімсіздік байқалса, жыл соңында шынайы өзін-өзі бағалау көрсеткіші артты. Бұл балалардың өз мүмкіндігін дұрыс қабылдай бастағанын көрсетеді. Енді мына жерде кактус әдістемесіне қарасаңыздар, міне агрессия қалай өскенін 22-ден 4%-қа түсті. Өзіне сенімсіздік 19-дан 4%-қа түсті. Тұйықтық 25-ден 4%-қа түсті. Яғни көріп отырсыздар, бұл яғни ашықтық және сенімділік артты. Енді бұл бізде бұның барлығы, жұмыстың барлығы көбінесе балалармен жұмыс істедік, жаңағы айттым, педагогтармен, ата-аналармен жұмыс болды. Бұл жерде педагогтармен әртүрлі семинарлар, тренингтар өткізілді. Ал балалармен жаңа айтып отырғанда ойын, ертегі терапиясын қолданды, және көріп отырсыздар, міне құм терапиясы, арт терапия, міне саусақ ойындары жасалды. Және балалармен әртүрлі суреттер салу арқылы түрлі түсті құммен көріп отырсыздар. Мына кабинет, психологтың кабинеті, бұл жерде көбінесе балалармен біз жеке жұмыс жасадық, жекелеме. Әрине болды, бір топтық жұмыстар ойынға арналған, онда біріктірдік. Ал негізі басында біз өз балалармен жекелеме жұмыстар жасадық. Келесі, мысалы, педагогтармен, ата-аналармен жұмысымызды көріп отырсаңыздар, бұл жерде бізде көбінесе әртүрлі мінез құлқында қиындықтары бар балалар, олар кімдер деген тақырыпта болды. Немесе балалармен қандай жұмыс жасау керек, ал ата-аналармен отбасындағы баламен тәрбие қалай болу керек деген атты тренингтар, семинарлар өтіп отырды. Енді қорытындылай келсек, бұл балалардың мінез құлқында қиындықтарды алдын алу сапалы психологиялық сүйемелдеудің негізі болып табылады. Мазмұндық байлық, ұлттық мәдениетпен қазақы ертегілер, дәстүрлер ұштасқан эмоциялық тұрақтылық даму әдістері, жалпы әсер мен болашағы педагог психологтардың кәсіби құзыреттілігін тұрақты арттыру, проблемаларды ерте кезеңде анықтап шешудің жүйелі моделін басқа ұйымдарға тарату, балалардың коммуникативтік қабілеттерін нығайтып, жарқын болашаққа жол ашу болды.
міне осындай бұл әдістеменің тиімділігі осылай көрінді бізге. Келесі істейм. Енді ал енді әріптестер, бүгінгі семинар өз мәресіне жетті. Семинар практикум барысында сізге шағын рефлексия жүргізгіміз келіп отыр. Сіздерге пайдалы болды ма? Осы экранда тұрған бірнеше нұсқасын чатқа жазып жіберсеңіздер, өз ойларыңызды айтсаңыздар. Ал әріптестер, микрофондарыңызды қосып, әріптестер, сіздерді тыңдайық. қандай сұрақтарыңыз бар немесе? Сұрақтарыңыз болса қойып жатыңыздар. Менің ойымша өте пайдалы болды. Маған ұнады семинар практикум. Рахмет сіздерге. Балалардың көптеген эмоцияларынан, көптеген ар жағында тығылып жатқан қандай белгілері бар екенін түсініп білдік. Енді қаншама нелер бар екен, жаңағы сіздер берген таблицаны да скрининг алдық, келешекте қолданамыз деген үміттеміз. Баланың қандай қылығынан, қандай эмоциясы тығылып жатқанын білуге өте пайдалы болды. Рахмет көп. Рахмет сіздерге. Чатқа жазып өтсеңіздер, аталар, педагогтар, әріптестер кішкене. Әріптестер, айтамыз. Айтыңдар. Ұсыныс айтыңдар. Рекомендации. Похвалите, если вам понравилось. Үндемей отырмаңыз. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Әріптестер, сұрақтар бар ма? Ұсыныс бар ма? Что взяли для себя? Ұнады ма, ұнаған жоқ па? Айтыңыз. Кто балуется? Ну, если у вас ничего нету, тогда, әріптестер, заканчиваем, да? Рахмет сендерге, Қарқаралы ауданы. Всегда с нами, всегда рядом, тихо. И это. Рахмет сендерге, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет. Алмагүл Данияны, сізге де рахмет. Әріптестер, үлкен рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет. Шыға беруге болады. Запись-то нам нужно закончить.